Баршаңызға сәлем. Мына видеоны басында қойған себебім промыванияны қалай басқалар жасап жатыр нақты біліп алсын. Содан кейін ғана менің айтатын ақпаратым сіздерге түсініктірек болады. Сонымен осы тәсіл арқылы, яғни шприцпен арқылы қатты басу арқылы напормен мына жақтағы маңқаны, маңқа деп берейін, енді балалардың қазақтарымыз ғой, енді маңқаны шығарады, боқ мұрынды. Осы шығару арқылы мұрынды тазалап алуға, демалуына, түнде жақсы ұйықтауына, тезірек увлажнять етіп тұруына, тезірек насмұрықтың кетуіне әсерін тигізеді. Бірақ бұл 3 жастан жоғары ғана жүргізілетін процесс, және бала өзі келісуі керек. Себебі ары-бері қозғалып жатқанда тамаққа, құлаққа кетіп қалып, воспаление одан сайын күшейіп кетуі мүмкін. Бірақ қазір бұлай шприцсіз-ақ арнайы дайын промывание жасайтын ыдыстар, растворлар дайын күйде сатылады. Соны айтқым келді. Енді мен бұл енді реклама емес, Аквамарис жайлы айтқалы жатырмын. Реклама емес, білесіздер, енді подписчигім өз саны аз. Кстати, жазыла кетіңіздер, өзімнің каналымның дамуына үлес қоссаңыздар. Сонымен Аквамаристе дайын осындай промывание жасауға арналған растворлар шығарылады. Бұл, қараңыздар, бұның ішінде напоры дайын. Сіз ана шприцті сразу басып қалуға тырысып, ондай еш нәрсе болмайды, тек басып тұрсаңыз болды. Қақпағынандай қисық, былай тік тұрғанның өзінде мынау қисық направление. Яғни мынау ортаңғы мұрындағы, ортадағы тесікке қарай бағытталған. Неге олай бағытталады? Өйткені екі мұрынның арасында тесік болады. Еңкейтіп, сол тесікке қарай направление еткенде мына мұрыннан келген су мына жақтан алып шығып, боқ мұрынды, яғни іштегі маңқаны тазалайды. Енді қараңыз, бұл туғаннан бастап, беби дегені туғаннан бастап, бірақ айтқанымдай 3 жасқа дейін. Мен 3 жасқа дейін неге промывание жасауға болмайды? Промывание жасауға болады, бірақ напормен жасауға болмайды. Себебі мұрын мен құлақтың арасында связка бар. 3 жасқа дейін ол өте қысқа болады. Сондықтан егер промывание жасаған кезде су салқынырақ болса, даже су өтіп кетсе де воспаление шақыруы мүмкін. Сондықтан тек қана себестер осылай промывание аласыздар, осындай арнайы растворын бір басасыздар 1 жасқа дейін. 3-4 рет күніне қайталауға болады. 1 жастан жоғары 2-3 рет себестер деген секілді өздеріңіз жасына қарай дозалар көрсетілген, сол бойынша инструкция бойынша қолданған дұрыс. Енді экстра бұл 1 жастан жоғары 1+ норм. Бұл туғаннан бастап қолданыла береді, үлкендерде қолданған дұрыс. Егер семьяларыңызда әр түрлі жастағылар болса, осы бебиді ала беріңіздер, туғаннан бастап 14-15 жасқа дейін қолдана бересіздер. Өздеріңізде қолдана беріңіздер, ода тұрған ештеңе жоқ. Енді түсінікті болды деген ойдамын. Енді бұл Аквамаристің 3 спрей болады. Бұлар тік промыванияда сіздер көргендеріңіздей қисығынан болды. Бұларда направление тік, яғни бұл спрей барлық шышты қабатқа себілуі қажет. Бұлар қандай түрге бөлінеді? Классик, обычный мұрын бітелген кезде, тұмау кезінде, аллергия кезінде қолдана береді. Балалардан 1 жастан жоғары қолдана береді. Егер баланың мұрны бітетін болса, капли ретінде, яғни туғаннан бастап капли бар, соны қолданасыздар. Мен қайтан салмай қалдым үшін жарайды. Плюс бұл декспантенолмен, декспантенол қандай қызмет атқарады? Ылғалдандырады және ранозаживляющий деп сондай әсер береді. Яғни, мысалы, кейбір адамдарда өте құрғақ, нафазалин, нафтизин көп себеп привыкание болып кеткен адамдарда мұрындары өте құрғақ болады. Олар увлажнять етпейді мұрындары. Сондықтан, мысалы, сепкен кезде күйдірген әсер сияқты болып кетеді. Сол кездерде осы декспантенолды қолданса болады. Бұл 1 жастан жоғары балаларға қолданыла береді. Бұлар айтпақшы барлық Аквамарис беременналарға, кормящияларға, балаларға қолдануға рұқсат болғандықтан
жаңағы еркін таңдауларымызға болады. Иктаин бұл аллергиясы бар, аллергический ринит дейді, яғни аллергия мұрыннан жаңағы егер балаңызда аллергия болатын болса, қайсы себетіңізді білмей жүрсеңіздер, осыны ала берсеңіздер болады, қорықпай. Иктаин плюс бұл 2 жастан жоғары. Бұл бәрі түсінікті болды деген ойдамын. Енді мен жұмыс уақытым бітіп бара жатыр. Осылай түсіруге тырыстым, сіздерге түсініктірек, пайдалырақ болсын деген ойда. Бастысы балаларыңыз ауырмасын, өздеріңіз ауырмаңыздар. Каналыма жазыла кетіңіздер, сосын астына өздеріңіз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Промывание жасап көрдіңіздер ма? Қалай болды деген сияқты. Мен қызыма жасап көргенмін, бірақ мысалы кіші қызым ол жасағанға келіспеді, сондықтан оны көп қинамаймын. Өйткені қиналған кезде бүйтіп қолын ұстаған шалқаяды, бүйтеді, құлағына өтіп кетуі мүмкін, ол воспаление болып кетеді. Үлкен қызым қызық көріп, давай аузымды ашып тұрам, былай тұрам ба деп қисайып, рактинаға тұрып қисаяды, аузымды ашам деп, соны сеуіп қаласың, мына жағынан мақас шығады, прям мақас шығады. Оған күмәндарыңыз болмасын, сеуіп алыңыздар. Енді прям бұқмұрынша, енді шығарамай, өзі білесіздер ғой, балалар не сіңбіруді білмейді, не ішке қарай тарта алмайды, оны жұтып жібере алмайды. Сонымен не ар емес, не бер емес тұрған кезде осылай жасап мұрындарын бір тазалап алсаңыздар болады. Сау болыңыздар.